Педагогтың өзіндік дамуына қатысты ой қозғайтын келесі спикеріміз номері 76-шы мектеп гимназияның бастауыш сынып мұғалімі Нұрлыбаева Гүлбақыт Баймырзаевна. Баяндама тақырыбы ойна да құр, оқы да біл. Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар, көңіл қалай? Шапалақ ұрамыз. Ал енді менің баяндамамды бастайын, кішкене өзгеше болады. Ойна да құр, оқы да біл. Хабарландыру айтып кетейін, қазір осы жерде. Қазір мен екі сұрақ қоямын. Сол сұрақтарға белсенді жауап беріп отырған ханымдар мен мырзаларға сыйлығым бар. Ал бастадық. Так. Экранда көріп отырғандарыңыздай телефондар, я? Ал енді осы телефонды кезеңімен қарап, мән беріп қарасаңыздар, сіз қай телефонды таңдайтын едіңіз? Әркім өзіне осы сұрақты қойса. Осы екі сұрақ болады қазір. Осы екі сұраққа белсенді жауап бергендерге сыйлығымыз дайын тұр қыздар беруге. Ал сіз қай телефонды таңдар едіңіз? Әркім өзіне сұрақ қойса? Аха. Бірінші дейді. Аха, на ханымға қара киім киген. Айтып жіберсеңіздер. Қай телефонды таңдар едіңіздер? Осы экранда тұрған қай телефонды таңдар едіңіз? Бірінші телефон. Бірінші телефон. Үй телефоны, я? Көне телефон. Аха. Келесі. Сосын айтқан кезде. Аха. Медбауданы номер 98-ші мектеп. Есімім Мақпал Баршылар Муратовна, ағылшын тілі пәні мұғалімін. Мен осы берілген суреттен iPhone таңдаушы едім. Неге? Себебі заман қарқынды дамуда. Яғни қазіргі өзімде iPhone ұстаймын. Яғни қазіргі кезде заман дамуына байланысты iPhone-да функциялары да өте көп, және оны тез жұмыс істейді, оның өте приложениясы, яғни бағдарламалар бар. Бұл әр телефон, әр заманның өзінің деңгейіне байланысты телефон. Яғни әр уақытта, әр ғасыр деп айтсақ та болады, әрине. Телефонның өзінің шығу деңгейіне. Қазіргі жаңа дамыған заманда, қазіргі дамыған оқушылар уақытында ешқандай оқушы ішінен тек қана iPhone таңдаушы еді, мен сияқты. Себебі қазір біз тек қана бұрынғы методикамен сабақ өтіп бере алмаймыз. Біз қазіргі бір кішкене болса жаңашылдық қоспасақ, ол балаларға қызықсыз болады. Яғни әр бала сабақта отырған кезде бір изюминка дейді, бір сабаққа қызықты нәрсені көрген кезде ғана олардың ынтасы артады, олар сабаққа қызып оқи бастайды. Рахмет, сыйлық сіздікі. Келесі сұрақты, екінші сұраққа мән берейік. Ой, кешіріңіздер. Өзіңізді қай телефонға теңер едіңіз дейді. Жаңа сұраққа жауап беріп кетті. Екінші тағы осы бойынша айтатын қысқада нұсқа, я? Ханымдар, қысқада нұсқа, уақыт маған 15 минут берілген. Айта қойыңыз. Микрофон. Өзіңіз таныстырып кетіңіз, қысқа нұсқа айтсаңыз. Мен айтатын нәрсем көп өйткені. Мен 210 мектеп лицейінің ағылшын тілі пәні мұғалімі. Өзімді үшінші телефонға теңеп тұрмын, өйткені менде IELTS жоқ. Егер менде IELTS болғанда өзімді iPhone-ға теңер едім. Жақсы, рахмет. Енді жаңа сұрақ берген бірінші өзін таныстырған мұғалімге берсеңіз сыйлықты. Мына жақтан тағы да бір мұғалімді айтып кетейік, енді бір сыйлық қалды. Кім жауап береді? Қай телефонға өзіңізді теңер едіңіз? Мен сосын қортып айтып кетемін. Айтатындар бар ма? Иә, мен айтайын. Аха. Неліктен? Өйткені мен үздіксіз дамығым келеді, даже шетелде білім алғым келеді. Жаңағы өзімнің оқушыларға да білімді сол көрсетіп, оқушыларында да жоғары деңгей көрсеткенін қалаймын. Ниетіңізге жетіңіз, сыйлықты берсеңіздер. Ал, рахмет көп аудитория. Ары қарай кеттік. Келесі. Енді мен осы баяндамамды айта кетейінші. Менде екі проблема болды. Осы бірінші сыныпқа білесіздер, ата-аналар, мен бастауыш сынып мұғалім болғандықтан бірінші сыныпқа бала алып жатқан кезде бірінші сыныпқа күніге келемін таңертең. Тізім өзгере береді. Сол кезде маған осы ой келді. Неліктен ата-аналар
кімді іздеп жүр, неліктен бір мұғалімнен екінші мұғалімге аттап күнделікті ойларын өзгертіп жүр деген. Осы кезде мен бірінші сынып ата-аналары заманауи педагог іздеп жүргенің дәл қазіргі заманда, қазіргі уақытта өздеріңіздің бастарыңыздан да өтіп жүр. Мен бастауыш сынып мұғалім болғандықтан көп кездесетін, жыл сайын 4 жылда бір кездесетін проблема осы болды. Екінші проблема балалардың көбейту кестесін жаттаудағы кездесетін қиындықтардың жеңу жолдары. Енді қараңыздар, көбейту кестені, мысалы мен бала кезімде көбейту кестені дәптерді беретінді жатта дейтін еді. Қазіргі заманда бұл тәсіл балаларға өтпейді, жүрмейді. Неге? Өйткені балалар деген қазір интернеттен көреді, қызықты видеоларды көреді. Сол себептен бұл проблема болып, маған жаныма тиді десем де болады. Бірдеме жасау керек, өзімді дамытуым керек деп ойладым. Келесі, одан кейін бір күні өзімнің басымнан өткен қызыммен серуендеп жүрдім. 10 күн бұрын дәл сол жерге кафеге барған болатынбыз. 10 күннен кейін барып, тағы да балмұздақ жегім келді деді. Балмұздақ жеп күтіп отырғанбыз, қызымыз екеуміз. Жаздық алаңда, летний площадка дейді ғой. Сол жерде отырсам, 10 күн бұрын мына жерде шөп жоқ болған. Көктемнің алғашқы айлары. 10 күннен кейін барсам, бір әдемі күтіп отырған кезде бір көңіл күй сыйлады. Шөп әдем болып өсіп, жайқалып, әдемілікті беріп тұр екен. Сол кезде мен өзіме сұрақ қойдым. Мынау 10 күн бұрын мына жерде шөп болмаған, әдемі шөп өсіп қалыпты. Бірнеше ұзындықта жоғары қарай өсіпті. Сол кезде мен өзім күтіп отырмда іштей өзіме сұрақ қойдым. Мына шөп өсті 10 күннің ішінде. Мен осы 10 күннің ішінде өзімді өсірдім ба? Мен немен айналысып жүрмін? Деп сұрақ қойдым. Шөп өскенде мен қалай бір орында тұрмын ба деген сұрақты қойдым дағын. Сонымен үйге ойланып келдім. Келе сала мен әлемдік курстарды іздей бастадым. Телефоннан, интернеттен. Қандай курс оқысам, ана алдындағы ата-аналардың жаңағы заманауи педагог іздеп жүргені бар, ол проблема бар. Көбейту кестені қалай балаларға тез жаттатқызсам деген ой мазалап жүрген болатын. Жаңағы кафедегі шөп әсер етті. Сонымен жүрдім дағын әлемдік курстарды іздеп отырып, өзім көңіліме жаққан бір әлемдік курсты таптым. Өзім алдында жиһаз алам деп алып жүрген ақшам болатын, күйеуімнен тығып жүрген. Сол ақша қолымда тұрды. Бірден шешім қабылдадым дағын, сол 880 мың теңгеге, міне 880 мың теңгеге курсқа ақша салып, сол курсқа қатыстым. Сол курстың арқасында, оқығанның арқасында, кішкене мынаны толықтырып кетейін қазір. Сол курсты оқып жүрген кезде, менің авторлық кітапша жазуыма бір түрткі болған, Ресейдің мықты спикерінен сабақ алдым. Ментальный арифметиканы сол курстың оқып біткеннен кейін жазған болатынмын. Сол курста менің көңіліме, жүрегіме тиген бір ауыз сөз болды. Жаңағы спикер айтады, балалардың нәтижесін көрсетіп жатыр, практикалық сабақ көрсетіп жатыр. Сол кезде айтады да, мынау енді Ресейдің балалары енді сөзін шыны керек, мен өзімнің оқушыларымен салыстырдым да, өздерінің ойын жетік айта алады, тапсырманы орындайды. Сонымен өзім зерттей бастадым. Неге бұлай? Менің оқушыларым неге бұндай нәтиже көрсетпейді деп сұрақ қойдым дағын. Сол кезде қарасам, спикердің айтуы жаңағы Финляндияның озық технологиясын қабылдаймыз дейді, сонымен жұмыс жасаймыз дейді. Сонымен ары қарай енді біздің қазақтың балалары кімнен кем? Неге біз ондай осы ойын түрінде балаларды көбейту кестесі болсын, басқа да тапсырмалар болсын, осы методиканы қабылдамаймыз, жасамаймыз деген ой келді дағын. Сонымен мен авторлық кітапшаларымды жазып шығардым, сол курстың оқып біткеннен кейін. Видеосын көрсеңіздер болады. Қызықтар ойнады, ойын түрінде үйретіп, сол даналыққа сүйене отырып, мен авторлық кітапшам, 8 кітапшам бар. Соның соңғысы осы пазлмен ойнап отырып көбейту кестені оңай жаттайды. Ата-анаға да, мұғалімге де, балаға да өте керемет нәтиже шығаратындай, ешкімнің энергиясы кетірмейтіндей етіп шығарды. Қазір балалар жұмыс жасайды, көрсеңіздер болады. Ал балалар келіңдер. Ал, бастаңдар. На Инстаграм парақшадан алған видео.
көбейту кестені пазл құрастырады. Кәдімгі бұрын кубик рубик мына құрастыратын жерде едік балалар қой. көріп отырғандарыңыздай Лего құрастыратын едік қой көбейту сондай. кесте, екінің көбейту кестесін пазлын құрастырып жатыр. Мәні дұрыс болған кезде, дұрыс құрастырған кезде өздерінің мультфильмнен ертегіден көріп жүрген кейіпкерлерінің суреттері шығады. Балаларға өте қызық. Балалар жасап жатсыңдар ма? Иә. Ұнай ма сендерге? Иә. Нұрай, айтып берші, өзің ойыңмен бөлісіп берші. Мен бұрын мынандай көбейту кестесін білмеп едім, осының арқасында мен қайтып жаттағанымды білмей қалдым. Керемет. Өте қызық. Өте қызық дейді. Қызық па балалар? Иә. Міне, сол курстың нәтижесі осы. Авторлық кітапшамның жазып шығарған кітапшаны ойын түрінде көріп отырсаңыздар, ойын түрінде. Бала бұл жерде ойнап отырмын демейді, ойнап отырмын деп ойлайды, бірақ бұл жерде тапсырма орындап отыр. Қайта ойнай бергеннен кейін бұл жаттанды болып есте қалады. Бірнеше кітабым, авторлық кітапшаның бұл біреуі ғана болатын. Мына екіншісі ментальды арифметика деп жаңа айтып жатыр ғой. 22, 46, 20, 62, 22, 50. Бұл жерде көріп отырсаңыздар, міне, оқысаңыздар төмен жағында бірінші сынып оқушысы, мен бірінші сынып оқушысын әліппенің кезеңінде, әліппе әлі аяқтамаған әріптерді, дыбыстарды жазып үйренбеген балаға оқытқан болатынмын, ментальды арифметика. Келесі мына жерде авторлық кітапшаның біреу. Маған айтады да, кеше жазып жіберді, осы әдістерді қайдан тауып, қайдан оқисыз деп. Білесіздер ме, мен таныстарым біледі ғой, мен тапқан ақшам барлығын миллиондап курстар сатып алып, үнемі өзімді дамытып жүремін. Соның арқасында адам өзін дамытқан кезде, өзі кез келген нәрседен көк шөпті көрген кезде де бір идея келеді. Мысалы, көк шөп көгеріп жатыр көктемде, ал мен көгеріп жатырмын ба, өсіп жатырмын ба деген сияқты ой келеді. Сол ары қарай дами береді. Енді бұл кімдерге көмегі бар? Орыс тілді шыққан балаларға, мазмұнын айта алмайтын балаларға, мазмұндама шығарма жазуға қиналатын балаларға арналған керемет көмектесетін әдіс. Мен сіздерге 100% сеніммен айта аламын. Және де отбасында қазір барлығы кешкі уақытта келеді да, өз соткаларымен ар жақта отырады. Мына отбасылық ойынға балалармен ойнасаңыздар, балалардың өзіне деген сенімділігі артады. Және ата-анасымен бірге ойнап жатқан бала, ол мәңгілік есінде қалады. Ертең үлкен болған кезде де сөйтіп ойнап едік қой, сөйтіп ойнайтын едік қой деп айтып отырады. Бұл кинолента әдісі жаңағы қазақ тілі мұғалімдері болатын болса, балалар өзінің ойын айта алмайды жетік, және мазмұндама шығарма жазғанда қиналады. Дәл осы әдіс көмегі тиді десем болады. Енді үздіксіз дамудың арқасында Қыздар университетіне заманауи педагог қалай болу керек екенін өз тәжірибемен бөлісуге келдік. Бізбен бірге болыңыздар. Мақтай береді. Мына жерде байқасаңыздар, мен авторлық кітапшаны жазып болғаннан кейін Инстаграм жүргізе бастадым. Өз тәжірибелерімді түсіріп сала бастадым Инстаграмға. Соның арқасында бірден бір шақыртулар келе бастады. Келесі видеоны тамашалайық, сосын айтам қорытып.
morning when I wake and the sun is coming through. Boy, you fill my lungs with sweetness and you fill my head with you. Бұл жерде Қазақстан қонақ үйін біз арендаға жалға алып, республика бойынша мұғалімдерге форум өткізген болатынбыз, алғашқы форум. Содан үзінді. Енді мен мына жерде сызғыш тәсілін айтқым келіп тұр. Мысал үшін мынау экранға қарасаңыздар, мынау мен былай айтар едім. Кіші саннан бастап жоғарылай береді. Енді мен осы сызғыш әдісін бір тренингте өткен болатын, айтқан болатын, сол кезде көп адамдарға ой тастады. Неге? Өйткені мынау өмір жолымыз деп алайық, өмір жолымыз, өткен өмір жолымыз. Мысалы үшін қараңыздар, 20-ға дейін бала студенттік өмір, мектеп бітіргеннен кейін ештеңке ойлана қоймайтын шығар, қазіргі бірақ жастар өте дамып келе жатыр. Мен көп деген жерлерге барам, көп деген кездесулерге барамын. Сол кезде көп жастардың дамып жатқан, үздіксіз өздерін дамытып жатқанын көремін. Қуанышты жағдай. Енді 30-ға дейін, мысалы үшін мен қазір жасым 40-тан асып кетті. Ал осы жерде әрбіріміз өзімізге сұрақ қойсақ болады. Осы өткен жолымда, өмірімде мен не істеп, не жасап үлгердім. Өзімді үздіксіз дамытып, өз мамандығымда мысалы үшін бір көмегім тиді ме? Отбасыма не жасадым? Вообще өмірде не жасап жүрмін деген сұрақты қойған болатынмын. Енді осыны қорыта кеткен кезде ең көп таралған, бір курстан алған болатынмын, ең көп таралған фобия адамдарға, қорқыныш, ол 40 жас екен. 40 жастан соң ешкім жұмысқа алмайды, жаңа нәрсені үйрене алмаймын, не үшін, кім үшін өмір сүріп жатырмын деген ой, сұрақ қойылады екен әркім өзіне. Зейнетке шыққан соң өмірім қандай болады деген сұрақтарды өзімізге қояды екенбіз. Ал енді осы сұрақтарды, енді мен қазір былай айтып кетейінші сіздерге, мен өткенде бір сабаққа қатысқанында, сонда былай деп айтады, 40 жас тура орта жас екен. Адамдардың өзі 40 жасы орта жас. 40 жасқа дейін, 40 жасқа келгенде кім өзін үздіксіз дамытып, білімін дамытып, жүрген болатын болса, оның өзінің энергиясы жоғары көтеріліп, өзі ары-қарай жоғарыға кетеді екен дейді. Ал 40 жасқа дейін мына фобиямен, қорқынышпен 40 жасқа келгенде осы фобия болатын болса, адамдар төмен түседі дейді. Мен осы ұстанымды алып, мен дұрыс жолда жүр екенмін ғой, менің де қолымнан келеді екен ғой, мен босқа өмір сүріп жүрген жоқ екенмін ғой. Мен мына зейнетке шықсам да, балаларға бір көмегім, ата-аналарға бір көмегім тиеді екен ғой деген менде осындай ой келді. Енді көп мұғалімдер қарап отырам мен, көп тренингтерге барам. Сол кезде қарап отырсаң, мұғалімдердің көбісі 40 жасқа келген кезде бір өздерін артқа тастайды екен. Бірақ ол мұғалімдер 40 жасқа дейін, ол мектепте мысалы математика пәнінің мұғалімі болсын, қазақ тілі, ағылшын пәнінің мұғалімі болсын, кез келген мысалы біздің мамандыққа қарай айтатын болсақ, ол өмір бойы балаларды оқытты ғой. Ода тәжірибе бар ғой. Неге соны қолданбасқа? Әркімнің, әрбіріміздің қолымыздан келеді. Солай емес па? Сіздер бәріміз босқа жүрген жоқпыз ғой. Сіз балаға сабақ бердіңіз, бір методиканы қолдандыңыз, яғни сіздің де қолыңыздан келеді. Өзімізді жерге тастамай, төмен тастамай, жоғары көтеруіміз керек деп ойлаймын. Мынау өмірде біз мына өмірге келгеннен кейін бәріміз жеңімпаз екенбіз. Сол жеңімпазымызды, яғни біз победителіміз, біз жеңімпазбыз, артымызда бір дүние қалатындай, еске алатындай, біз зейнетке шықсақ та ертең сондай мұғалім мектепте жұмыс жасап еді ғой деген бір өсиет сөз қалатындай, әдемі әңгіме қалатындай, ауызды толтырып айтатын әңгіме қалатындай әңгіме қалдыруымыз керек деп ойлаймын. Мына менің таратуға лайықты идеяларымның бірнешеуі, мысалы, енді осы идеяларды, осындай идеяларды сіздердің де қолдарыңыздан келеді деп ойлаймын. Келесі осындай семинарда, дәл осы қызыл кілемде сіздерді көруге, сіздерді осы айтуға, осы жерде әдемі сөздеріңізді айтуға шақырамын. Келесі кезекте сіздерді осы жерде күтемін. Рахмет көп-көп тыңдағандарыңызға.
Гүлбақыт Баймырзаевна, өз тәжірибеңізбен бөліскеніңізге рахмет, қошеметтеп қойыңыздар әріптесімізді. Бүгінгі семинарымыз өз соңына жақындап қалды. Енді алдарыңызда бағдарлама берілген. Сол бағдарлама бойынша біздің бүгінгі семинарға кері байланыстарыңызды берсеңіздер сілтеме арқылы өтіп. Енді бүгінгі қалалық ғылыми тәжірибелік семинардың қорытынды сөзін номері 76 мектеп гимназия директоры Дүйсенбекова Нұржамал Есіркетовнаға беріледі. Құрметті әріптестер, қадірменді семинар қонақтары, бүгінгі педагогикадағы жаңаша көзқарас, тәжірибе мен нәтиже атты қалалық ғылыми тәжірибелік семинарға жиналғандарыңызға, яғни келгендеріңізге шын жүректен қуаныштымын. Бұл іс-шара білім беру саласындағы жаңа әдістерді талқылауға, тәжірибе алмасуға, өзіміздің педагогикалық бағыт-бағдарымызды жетілдіруге арналған маңызды іс-шара деп есептеймін. Бүгінгі семинар тақырыбы оқытудағы жаңаша көзқарастарды енгізу бағытында қызмет атқарып жатқан педагогтар үшін үлкен маңызы бар деп ойлаймын. Оқытудағы жаңаша көзқарастарды енгізу білім беру санасын арттырудағы негізгі қадам. 2024 жылы Америка құрама штатының Нью-Йорк, Вашингтон қалаларына мектеп директорларына арналған тағылымдамадан өтуге барғанымда, мектептерде мұғалімдерге арналған семинарлар мен коучинг сессиялар жиі өтетінін байқадым. Әсіресе мектеп мұғалімдері TEDx форматында өткізетін іс-шараларды, оқытудағы жаңа идеяларды, әдістемелерді және шабыт беретін оқиғаларды кеңінен бөлісуді мақсат етеді. Мұндай іс-шаралар арқылы мұғалімдер білім беру саласындағы маңызды жаңалықтарды, инновацияларды, жеке тәжірибелерін ортаға салып, әріптестеріне ой салуға және шабыт беруге тырысатын болып жүр. Тағылымдамадан келген соң, мектебімізде 2023 жылы қолға алынған TEDx таратуға лайықты идеялар жобасын мұғалімдердің үздіксіз даму мен өзара тәжірибе алмасу ортасына айналдыруды мақсат еттік. Бұл жұмыстардың нәтижесі міне көріп отырғандарыңыздай бүгінгі қалалық семинар деп білемін. Семинар жұмысын өз деңгейінде өтті ғой деп есептеймін. Келіп сіздердің осы семинарға қатысып ой бөліскендеріңізге үлкен рахметімді білдіремін. Енді осы тұста, осы бүгінгі семинарымыздың өтуіне үлес қосып, өз ойларымен бөлісіп, мына жерде жиналған көпшілікке бір маңызды нәрселерді айтып, ой түйді деген ойдамын. Осы кісілерге алғысымызды білдіріп, қалалық білім басқармасының және өзіміздің мектептің бірге отырып дайындаған алғыс хаттарымен және сертификатпен марапаттауға рұқсат етіңіздер. Алғыс хат Алимов Асхат Хамзаұлына беріледі. Алматы қаласы білім басқармасының қалалық білім берудегі жаңа технологиялардың ғылыми әдістемелік орталығы және номері 176 мектеп гимназияның бірлесуімен ұйымдастырылған педагогикадағы жаңаша көзқарас, тәжірибе мен нәтиже атты қалалық ғылыми тәжірибелік семинарға қатысып, баяндама жасағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Дәл осындай марапат Мамунтаева Ләззат Бақытбековнаға беріледі. Келесі алғыс хатымыз Рахымбаев Айдын Кумаровичке табысталады. Және Нұрлыбаева Гүлбақыт Баймырзаевнаға алғыс хат.
Көп рахмет сіздерге.